Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мына біздің ешкілеріміз. Тауықтарымды көрсетейін. Біздер тауықтарды пока шығарып жатқан жоқпыз. Шығарғанның кесірінен міне мынандай болып, сырттардың барлығын жеп қояды. Сосын анандай жаңаның бәрі, ақтың бәрі жағылғанның бәрін жеп қойған. Анандай клей болмағаннан кейін уже мен деген не жағып тастадым. Гипс сияқты анау, типа қалай айтсам болады, ішке жағады, ана үйдің ішіне жағатын болғасын. Енді менде дейтін кофельный клей болмағандықтан осыны жағып тастауға тура келді. Осының үстінен ертең кофельный клей тартуға тырысам. Осылай қалдықтың бәрін тиісіп тастады тауықтарды сол үшін шама келгенше шығармау керек қорадан. Менде осылай мына төбесін бітеп соғым керек. Бірақ та енді қазіргі уақытта кішкене күн салқындау. Мынадан күн түсіп тұру үшін кішкене тауықтарды мына жерге шыққанда кішкене жылыну үшін төбесін жапқан жоқпын. Біз тауықтарымыздың барлығы бір қалыпты. Мінекей тауықтарымыз, брамалар барлығы жүр. Осылай мынандай тауып алдым. Балыққа кетіп жатқанда жолда жатыр екен. Тауып әкеліп қойдым. Ішіне шөп салып, тауықта жұмыртқа туады. Үстіне арнайы жасап қойдым. Жұмыртқа туған. И потом мына жақта да бір ұя бар. Осыған туып жүр басында. Бұнаны мен кеше ғана салдым. Қазір осында тауықта жұмыртқа туып жатыр. Әзірге осы мынаның ішінде сатылатын әтештері бар. Өтпеген жағдайда қыста соятын боламыз. Барлығы осы. Бәрі көптен видео шықпай қалды. Сол себепті бүгін сіздерге видео түсіріп жатқан жайым бар. Қолым тимей жатыр. Ескі үйдің алдын бұзып жатыр. Жұмыспен жүргенде қолым тимей жатқасын. Сіздерге бір видео түсіріп өтейін деп тауықтарны видеоға түсіріп жатырмын. Бәрі бір қалыпты тауықтар. Сіздер де сақ болыңыздар. Қазір дейтін уже күз жақындап жатыр. Тауықтарда тұмау болады. Тұмаудан сақтаныңыздар. Тауықтарыңызға жылы су беріп бастаңыздар. Уже күніне бір мезгіл болса да жылы су беріп тұрыңыздар. Чиктоник дейтін дәрі бар, соны қосып берсеңіздер өте керемет болады тауықтарға. Алдын ала, мына грипптің алдын алу керек тауықтардың. Сол бұйыртса қыстық қорамен сіздер таныстыратын болам. Қазір ананың алдын бұзып жатырмын. Алды бұзылғаннан кейін уже қыстық қораның ішіне көшетін боламыз. Бұйыртса бір тағы тоқтымақ ешкім алып әкеліп қастарына қосуым керек. Қазір іздеп жатырмын. Рулон пока беріп жатыр. Ертең қысқа жақын тағы да рулон шөп сүртетін боламыз. Міне алдын бұзып тастадым. Қораның ішін көрсетейін сіздерге тағы да. Ішінде жартылай шығардық қағаз заттарды. Сыртқа шығарып жатыр жайлап. Ішін тегістеу керек. Қазір қолымыз тимей жатыр. Біреу мына жерде гипс кордонды алам деп еді. Әлі алып кеткен жоқ. Енді бір айтқан болатын, енді бір шама келген тезетіп алып кетіңіз деп. Енді алмаса тағы бір-екі күтем, алмаса уже осының ішін бөлуге тырысам. Жерлеріне күбір тастап осылай істейміз. Бұйыртса қыстық қора осында болады. Ешкілер, аязда ешкілер осында кіреді. Тауықтар уже бір айдан кейін тауықтар осында болады. Уже алдын бұзып бастап тастадық, уже алдын бұзып тастадық. Әзірге видео осы. Келесі видеода көріскенше каналға лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да қандай видео сүрейік, сол туралы комментарийді күтетін боламын сіздерге.